Францияның оңтүстік шығысындағы Ницца қаласының тұрғындары ұлттық мереке кезінде болған лаңкестік шабуылдың 10 жылдығын еске алды. Сол шабуылдан 86 адам қаза тауып, жүздеген адам жараланған. 2016 жылғы 14 шілдеде 19 тонналық жүк көлігі Бастилия күнін тойлап жатқан халықтың арасына әдейі кіріп кеткен. Оқиға Англия жағалауында болды. Содан бері Францияның ұлттық мерекесі шабуыл құрбандарын еске алу күні ретінде де аталып келеді. Сейсенбі күні Франция президенті Эммануэль Макрон Парижде өткен ел тарихындағы ең ірі әскери шеруге қатысты. Шара барысында қаза тапқандарды еске алу үшін 1 минут үнсіздік жарияланды. Макронның шақыруымен шеруге Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер, Германия канцлері Фридрих Мерц, Украина президенті Владимир Зеленский және басқа да шетелдік мәртебелі қонақтар қатысты. Елисей сарайының мәліметінше, Ниццадағы шабуыл болған Англия жағалауының бір бөлігінде арнайы еске алу рәсімі ұйымдастырылды. Марқұмдардың туыстары мен жергілікті билік өкілдерінің қатысуымен зәйтүн бұтақтары қойылды. Шараға Францияның саясаткерлері, оның ішінде әсіре оңшыл ұлттық бірлестік партиясының жетекшісі Марин Ле Пен де қатысты. Сондай-ақ Макрон FIFA, Франция мен Испания арасындағы әлем чемпионатының жартылай финалы алдында шабуыл құрбандарын еске алып 1 минут үнсіздік жариялауға келісім бергенін мәлімдеді.